Жетісай ауданына қарасты Ынтымақ елді мекенінің кей көшелерінде асфальт тұрмақ осыдан бірнеше жылдар алдын төселген тастың өзі де байқалмайды. Балшыққа белшесінен батқан ауыл тұрғындарының айтуынша бұл көріністі жыл сайын тамашалауға болады. Ауыл тұрғындары бұндай өмірден шаршағандығын жеткізді. Айтуларынша діттеген жерге жету үшін біраз әбігерге түсетін көрінеді. Ал ауыл балалары мектепке бару үшін екі аяқ киім алып жүретіндігін де жасырмады. Ашынған халық ауыл ақсақалдарынан да қайран жоқ деп налиды. Қазіргі таңда біз келген Ынтымақ ауылдық округі көрікті елді мекенінде Жезбике ана көшесі, аталған көшенің жағдайы қанағатсыз деп танылған. 2020 жылдың 1-тоқсанында сметалық құжаттамасы жасалынған орта жөндеу жұмыстарына. Жалпы ұзындығы 850 метрді құрайды. Қазіргі таңда биылғы жоспарға біз енгізе алмаймыз, себебі құжаты биыл жасалған. Жылдың соңына 2021 жылдық жоспарды біз 2021 жылғы асфальт салу жұмыстарын жоспарлаған кезде біз аудандық бюджет комиссия қаржыландыруға ұсынатын боламыз орта жөндеу жұмыстарына. Егер де бюджет комиссия тарапынан бюджеттік өтінім мақұлданған жағдайда аталған көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Орта жөндеу жұмыстарына көшені жаңағы сай жерлеріне тас төгіп, негізгі қабатын, основание дейміз, негізгі қабатын толығымен тегістеп, жаңадан 5 сантиметр қалыңдықты құрайтын асфальт салу жұмыстары жатады. Бүгінде Жетісай ауданында жалпы ұзындығы 870 шақырымды құрайтын 12 мың көше орналасқан. Қазіргі таңда оның ішінде 734 көшеге орта және ағымдағы жөндеу жұмыстар жүргізілген. Бірақ берден ешкім өте алмайды. Туатын келіншектер де өте алмайды, бөпелер де өте алмайды. Содан пневмония болмай не болады? Бәрі өкпе ауруы не болады? Суды кешше. Біреулердің жағдайы бар, мәшинесін баласына әдемілеп кигізіп апарады да інім. Біреулердің жағдайы бар, а біреулердің жағдайы жоқ. Биыл аудан бойынша негізі 214 көшеге ағымдағы жөндеу және 49 көшеге орта жөндеу, яғни асфальт салу жұмыстар жүргізілуде. Аталмыш жөндеу жұмыстарына түрлі деңгейдегі бюджеттен қаржылар бөлінеді. Оның ішінде ауыл ел бесігі жұмыспен қамту жол картасы және аудандық бюджеттен қаржыландыруда, дейді жол құрылысының бас маманы. Бүгінде аталмыш көшенің тұрғындарының наразылығы шаш етектен болып тұр. Ертерек көше төселіп, халық игілігіне берілсе дейді. Бақнұр Сымбет, Аллаберген Құлша, Гүлмира Саржанова, Рысбек Асанұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.